Сәлем достар, сіздермен бірге мен Еңлік және біз бүгін муравейник жасаймыз. Ең алдымен ерітілген сары майымызға қантымызды салып, жақсылап тұрып қасықпен араластырамыз. Сосын қаймағымызды салып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Мен муравейникке қосқан ингредиенттерінің бәрінің мөлшерлерін астына описанияға жазатын боламын. Сол жерден қарап кетіңіздер. Араластырып болғаннан кейін ұнымызды салып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Мен алдымен қасықпен араластырам, оны кішкене жабысқаннан кейін қолмен нан илеймін. Біздің қамырымыз дайын, осындай жұп-жұмсақ болу керек. Енді осыны көз мөлшерімен екіге бөлеміз де салафанға салып, мұздатқышқа 1-2 сағатқа жібереміз. Енді листімізді майлаймыз. Бізде осындай қап-қатты қамыр шығу керек. Менде шамамен 2 сағаттай тұрды. Енді осыны үткіштен өткіземіз. Болғаннан кейін осыны қызып тұрған духовкада 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Бізде осындай болып шығу керек. Енді осыны қолмен үгітеміз. Үгітіп болғаннан кейін кремін жасаймыз. Сары майымызға қантымызды салып миксерлейміз де сгущенкамызды салып араластырамыз. Сосын оны муравейникке 1 қасықтан сала отырып араластырамыз. Бізде осындай масса шығу керек. Енді оны кекс формаларына 3 ас қасықтан саламыз да холодильникке жарты сағатқа жібереміз. Сонда біздің муравейнигіміз өз формасын жақсы ұстайтын болады. Міне біздің муравейнигіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған мен Еңлік. Осы видеоға лайк басып, маған тіркеліп, мені қуантыңыздар. Егер менің арнамнан осындай пайдалы рецепттер көргіңіз келсе, онда міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Және сау болыңыздар.